Барлықтарыңызға сәлем. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ең бір деген накипевші сұраққа жауап беретін боламыз. Неге мен ағылшынша вроде түсінем, грамматиканы вроде білем. Яғни оқыған кезде, естіген кезде адамдарды түсінетін сияқтымын, бірақ өзім сөйлеуге келген кезде мен екі сөздің басын қоса алмаймын. Қандай кеңес бересіз, Құдай? Мен даже көшеден өтіп баратқан адам менен соны сұрайды ғой. Биздана сіз ағылшын сабақ бересіз ғой, маған қандай кеңес бересіз? Мен спикингім деп. Бүгін мен наконец осы сұраққа бірден на публику жауап бергім келіп тұр. Мощный, яғни маған өзіме көмектескен. Менің қаншама оқушыларыма, біз 11 мыңнан аса оқушыны оқытқан, ағылшынша сайратқан адамдарымыз, көмектескен техникалармен бөліскім келіп тұр. Бүгін бізде топ 3 техника болады, және осы 3 техниканы бірден практикада қолданып кететін болсаңыздар, яғни наяқтан кіріп, ол наяқтан шығып кетпеу керек. Дәл қазір мені тыңдағаннан кейін, осы видеоны қарағаннан кейін, пожалуйста, маған уәде беріңіздер. Прям комментарийге уәде деп жазып кетіңіздер, что сіздер осы техникаларды міндетті түрде қолданатын боласыздар. Давайте мен қазір бір түсіндіріп өтейін, жалпы неге бұл нәрсе, бұндай проблема көп адамда бар. То есть то, что сіздер мысалы көше жүріп келе жатасыздар, бір какой-то видеоны или таблоидты, жарнаманы көріп қалдыңыздар, и ағылшынша жазылып тұр. Түсінетін сияқтысыздар, бірақ мысалы уже өзіңіз сөйлейтін кезде жаңағыдай ойыңыз шашырап деген сияқты сондай моменттер болуы мүмкін. Жалпы бізде өкінішке орай Қазақстанда мектептерде, университеттердегі осы оқыту жүйесі, ағылшын тілін оқыту жүйесі өте көп фокусты грамматикаға береді. Оның жақсы тұстары да бар, яғни біз тілдің логикасын түсінеміз, ни в коем случае ол нәрседен сіздер грамматиканы жек көріп кетпеңіздер. Грамматика деген өте пайдалы керек нәрсе негізі, бізге тілдің логикасын түсіну үшін, сөйлеп үйрену үшін, в том числе. Бірақ бір жаман жері сондай пассивті түрде практиканы көп береді. Мысалы, грамматиканы мені үйрендің, соған жаттығу жасайсың, орындарды толтыру, АБЦ таңдау деген сияқты, әсіресе ОБТ-дан ағылшын таңдаған оқушылар мені қазір түсінеді. Барлығы сол грамматикаға, АБЦ стиліндегі сұрақтарға негізделген. Және сонымен қатар оқуға, ридингқа, лиснingқа өте көп көңіл бөлеміз. Бірақ именно спикингқа келгенде бізге үй жұмыстарында, практиканы да өте аз береді. Сол себепті де мен өз курсымда, өзім оқушыларымды оқытқан кезде, жалпы біздің мұғалімдерде, компаниядағы, олар осы спикингке өте көп көңіл бөлуге тырысады. Яғни ол жаңағыдай жұптық практикалар болсын, топтық практикалар болсын, бізде мысалы практикалық сабақтарда жалпы бізде аптасына как минимум 5-6 рет спикингке өте көп практика жүреді. И бұл жерде, знаете, аналогия келтірейін, это как, мысалы, сіздер спортзалға барған кезде, тек бір жеріңізді жаңағыдай жаттықтырып, мысалы, қолдарыңыз ғана жаттықтырып, аяқтарыңыз жаттықтырмасаңыздар, соответственно, сіздерде қолдарыңыз болып кетеді, аяқтарыңыз сәл әлсіз болады. Дәл солай, логически бізге не керек? Нақты спикингке арналған практика керек. И бүгін мен беретін 3 техника, топ 3 техника, осы именно спикингті дамытады. Бірақ бұл дегеніміз сіздер басқа нәрселерді ұмытып кетіңіздер деген сөз емес. Грамматика, vocabulary, listening, reading, writing барлығы бірге жүру керек. Сол себепті де мен комплексті түрде комплексті оқыту жүйесін қолдаймын, және оны өзімде қолданамын. Айтпақшыда, егер де дәл сондай бір комплексті түрде оқығыларыңыз келсе, сөйлеп үйренгілеріңіз келсе, бізге келіңіздер. Мына жақта описаниеде курс туралы толық ақпарат болады, сол сілтеме арқылы өтіп, жаңағыдай толық ақпарат алсаңыздар болады. Ал мен ақырындап бастап кете беремін. Ең бірінші менің бергім келіп отырған техника ол ридингпен байланысты. Біз болса да оқимыз. Сіз elementary деңгейінде болыңыз, intermediate деңгейінде болыңыз, advanced деңгейінде болыңыз, сіз міндетті түрде ағылшын оқығаннан кейін мәтіндермен жұмыс жасайсыз. Ол бізде жаңағыдай оқулықтарда болуы мүмкін, мәтіндер, мысалы, English file деген сияқты оқулықтарда бар, ол reading деген сияқты нәрсе. Немесе ол өзіңіз үшін сіз кітап алып оқысаңыз болады. Мен осы нәрсеге кеңес беремін негізінде. Каспиді ашып қалсаңыздар, Каспи магазинде толып тұрғандай күшті кітаптар. Оның барлығы бізде self-help bookста, психология саласындағы кітаптар бар. Мен, кстати, жақында сондай бір YouTube видео түсіргім келеді, ағылшын тілінде сізге күшті көмектесетін ағылшынша кітаптардың желісі, подборкасы. Мен өзім оқып шыққан кітаптармен жақында бөлісетін боламын. И оқулықтар болсын, кітаптар болсын. И соларды оқу арқылы сіздер спикингті дамыта аласыздар. Қалай? Мен өзім IELTS-тан 9-дан 0 балл алдым ғой, overall. Сол кезде мен қалай дайындалдым?
Бірақ мен екі қойын атқам. Ридингке де, спикингке де бірден дайындалдым. Каспидан мен бірнеше кітап сатып алдым. Ғылыми кітаптар болды, оның ішінде жаңағындай әдебиет болды, я классикалық, немесе психологиялық бизнеске қатысты кітаптар болды ағылшынша. И бүйтетінмін. Бір бөлімді оқимын ағылшынша, в целом сол кітаптың бір бөлімін оқимын, бір чаптерді. И міндетті түрде тоқтаймын да мазмұндап беремін өз-өзіме. Мен осы бөлімде не түсіндім? Не туралы оқыдым только что, иә? И оқығанның өзінде сіздер не просто оқисыздар, иә? Жаңағындай пайдалы ақпараттарды, пайдалы сөздерді, сіз білмеген жаңа сөздерді, структураларды хайлайтермен белгілеп отырасыздар. И уже мазмұндаған кезде сіз сол highlighted words-тарға қарап отырсаңыздар болады, иә, идеяларды еске түсіру үшін. И өз тіліңізбен, өз аузыңызбен жаңағындай мазмұндап беруге тырысасыз. Бұл жерде грамматикаға, сөздерге қатты шілей мән берудің қажеті жоқ. Ең бастысы бізде приоритетке қоятын нәрсе ол идея және беглость речи, я fluency, яғни жетік түрде жаңағыдай еркін түрде сөйлеу. Главное сол сутьті идеяны жеткізсеңіздер сіздерге жеткілікті, я сол нәрсені біз міндетті түрде приоритетке қоямыз, ойымызды жеткізуді. И өзіңізге өзіңіз просто мазмұндап бересіз, немесе оны досыңызға мазмұндап берсеңіз болады. Ой, you know what? Recently I've read this amazing book about human psychology, and what I understood in the first chapter that I read, my key insights were this and that. Мысалы, мен қатты ұнатқан бір кітап The Compound Effect деп аталады. Орыс тілінде накопительный эффект деп аталады. Ол сол психология саласында. Мен соны ағылшын тілінде оқыдым, өте көп инсайттар алдым. И соны мазмұндап бердім өз-өзіме. Бірақ мен екі қоян, ридинг та дамыды, даже вокабулари да дамыды, я на ходу. И спикинг та сонымен қоса өте қатты дамыған болатын. Бұл техниканың бір жақсы жері, оны кез келген деңгейге адаптировать етуге болады. Мысалы, егер сіздер уже intermediate, upper intermediate деңгейінде болсаңыздар, жаңағындай кітаптар оқуға болады. Кітаптардың өзі, кстати, деңгейлерге бөлінеді. Домашнее чтение деген издательство бар, сол мысалы әртүрлі деңгейге байланысты. Оны тоже Каспидан да алуға болады, Flip.kz деген веб-сайттан да алуға болады. И бұл техниканы жалпы кез келген деңгейде қолдануға болады. Немесе жаңағыдай оқулықтар бар емес па, English file деген сияқты, солардан да мәтіндерді, қысқа мәтіндерді мазмұндап айтып берсеңіздер, және осы нәрсені міндетті түрде не істейміз? Әдетке айналдырамыз. Себебі мен қазір мысалы кеңестерді айтып жатырмын, иә. Мен жыныма тиетіні осындай кеңестерді естуін естіп алады адамдар. Прикольно деп отырады. Бірден практикада, жандарым, бірден практикада қолдану керек. Қолданбасаңыздар, оның ешқандай пайдасы болмайды, және осыны әдетке айналдыру керек. Келесі, екінші, давайте подытожим бірінші техниканы. Бірінші техника read and retell, окей? Оқимыз, мазмұндаймыз. Все, speaking мынауски прокачан. Екінші техника, ол жалпы осы fluency-ға қатты көмектеседі. Бұл енді мен шілей техника деп те атағым келіп тұрған жоқ. Өте простой нәрсе. Ол кәдімгі таймер қойып, мысалы, дебатқа кім қатысты, солар біледі, я, оларда жесткий стрикт таймингпен жұмыс істейді ғой, таймерді қойып қояды, и сен сол жесткий таймингта өзіңнің аргументтеріңді тез-тез жеткізуің керек. И сол аргументтерді жеткізген кезде ол дебатерлар не нәрсеге фокус қояды, сол идеяны жеткізуге, аргументті жеткізуге, оны толыққанды развить етуге, жаңағы беглостьқа, я, коммуникацияға акцент қояды, дұрыс па? Сол нәрсені приоритетке қояды. Дәл сол, как будто сіздер дебатта сияқты, грамматика, сөздік қор, ничего не волнует. Дәл қазір мен просто бір тақырып таңдайсыздар, иә? Бір тақырып таңдайсыздар, таймерді қосасыздар, мысалы 2 минут, 5 минут, иә, максимум. И сол 5 минутта бір қарапайым тақырыптан бастап, деңгейлеріңізге қарай, уже күрделі тақырыптарға көше бересіздер. Мысалы, beginner elementary деңгейінде my family, my day, my job, my dreams деген сияқты қарапайым тақырыптардан бастауға болады. Кейін уже intermediate деңгейінде уже my dream house, my dream husband деген сияқты қызық тақырыптар таңдауға болады, иә, күрделірек. Advanced деңгейінде уже мысалы feminism, environmental problems деген сияқты күрделірек тақырыптарды таңдауға болады. И осы тақырыпта тоқтамай, просто ойыңызға не келеді, білгендеріңізді істеңіздер, ойыңызға не келеді, соны тоқтамай сөйлеп айтып беру. Бұл нәрсе несімен ерекше, иә? Во-первых, таймер. Таймер бізге жестко күшті көмектеседі. Өйткені біз азартқа кетеміз да, миымыз уже ана нәрсеге фокус қояды. Қазір мен осы аралықта айтып үлгеруім керек деген нәрсеге фокус қояды дағы, уже біз жаңағыдай fluency-ді приоритетке қоямыз. Яғни беглость речи, я, тоқтамай сөйлеуді, языковой барьерді жою, тілдік барьерді жоюға фокус қоямыз. Сол себепті уже мен грамматикадан қате жібердім бекен, мына сөзді ұмытып қалдым, құдай-ай деген сияқты сөзде уже проблемаларға мән бермейміз. Бастысы, мысалы
мысалы сіздерде әрине андай жағдай болады, бір орысша сөз, қазақша сөз миыларыңызда тұр, ой ешкин кот, ағылшыншасы қалай еді деген сияқты проблема тіреліп қаласыздар. Ничего страшного. Просто сол моментте екі вариант бар, сіздерде. Либо переводчик аласыздар, тез аударасыздар, әрі қарай жалғастырасыздар. Немесе сол сөзді как-то заменить етуге болады. Сол сөзді басқа сіз білетін ағылшынша сөздермен түсіндіріп көріңіз, Сол сөздің өзін айтпасаңыз да, соның төңірегіндегі сөздерді қолданып, тырысып көріңіз сол сөзді айтуға. И главное тоқтамаңыз. Хорошо? Вот это вот бізде екінші техника. Бір тақырыпта 5 минут бойы жесткий стрикт таймингпен, таймермен тоқтамай сөйлеу. И үшінші нәрсе, ол бізде, енді бұл жерде біз кішкене уже спикингта жаңағы тілдік барьермен, жаңағы екі техника тілдік барьерге байланысты болды ғой, Үшінші техника уже біз кішкене тазартамыз спикингімізді. Уже мен грамматиканы дұрыс қолданып жатырмын ба екен, сөздерді қалай қолданып жатырмын деген сияқты, ол бізде жоғарырақ деңгейлерде негізі күшті көмектеседі. Интермедиаттен әрі қарай, өзіңізді диктофонға жазып, тыңдап, қателермен жұмыс жасау. Уже когда сіздер тілдік барьерді жойдыңыздар, нормально, более-менее қорықпай сөйлей аласыздар, уже ақырындап қателермен жұмыс жасай бастау керек. Өйткені все равно сіздер енді бәріміз таза сөйлеуге ұмтылуымыз керек, түптің түбінде. Әрине, ағылшын тілін үйренудегі басты мақсат коммуникация. Әрине, ничего страшного, егер сіздер қателер жіберіп сөйтсеңіздер, бірақ түптің түбінде, егер біз биік-биік белестерді бағындыратын болсақ, ағылшын тілінің мүмкіндіктерін қолданатын болсақ, әсіресе академиялық тұрғыда мақсат қойған адамдар, шетелдік университеттерде оқу деген сияқты нәрселер, ондай жағдайда біз уже дұрыс, яғни таза сөйлеп үйренуге ұмтылуымыз керек. Сол үшін уже интермедиаттен әрі қарай не просто сөйлейміз, диктофонға жазамыз, тыңдаймыз, қателермен жұмыс жасаймыз. Қалай ол? Көбінесе біз спикинг сөйлеген кезде біз грамматикалық ережені білсек те, жаңағы сөйлеп азартқа кіріп кеткен кезде біз байқамай қаламыз. Өте silly mistakes, өте андай ақымақ, тупой қателер жіберіп жібереміз да. И сол тупой қателерді сіз өзіңіз тыңдап осознать еткен кезде, келесіде сіз уже ол қателерді, скорее всего, жібермейсіз. Потому что тыңдап уже кринж ұстайсыз да өзіңізден, ё-моё, мен мынандай қате жібердім бәне, деп, ол сіздің миыңызға жесткий сигнал болып барады. И уже келесіде сіз сөйлеген кезде, скорее всего, уже ол қатені болдырмауға тырысасыз. И осылай біз қатемен жұмыс жасау арқылы таза сөйлеуге ұмтыламыз және соның жұмысын атқарамыз. Міне, осымен бізде топ 3 техника берілді. Бұл 3 техника тек қана маған емес, мен на минуточку ағылшын тілін 0-ден бастап C2 деңгейіне дейін үйренген адаммын, IELTS-ым, спикингім 9-дан 0. Және қаншама жыл осы тілді оқып келе жатырмын. 11 мыңнан аса оқушымды оқыттым. Маған ғана емес, менің сол қаншама 11 мыңнан аса оқушыма көмектескен техникалардың бірі, бірегейі деймін ба даже. Но опять-таки мен сіздерге қазір тек қана оның выжимкасын бердім. Егер де комплексно жұмыс істеп, осы ағылшынның түбіне түсіп, мен оны қызық әрі жеңіл түрде оқимын. Ағылшын тіліне осы Миздана мені ғашық ететін сияқты, осы кісіге сеніп көру керек сияқты деген ой туындаса, міндетті түрде төмендегі описание арқылы, сілтеме арқылы өтіп, курс жайында толық ақпарат біліп алсаңыздар болады. Біз сіздерді күтеміз, 11-мен бірге бірінші болыңыздар. See you, goodbye.